Алланың қыздары бар, ал біздің ұлдарымыз бар. Келіндер ұл туып жатса болды, олардан артық авторитетный келін жоқ. Қиын жағдай қиын. Алла тағала әйел адамның мәртебесін жоғары қылып, соны әлиф ләм мим тәкриммен бірге келтіріп тұр. Ол үшін қызды қабыл алу ол бір қорлық. Сол қамқорлықты көрсетпеу, оны тірідей жерге көмумен тең емес па? Қызға жасалған неше түрлі қастандық. Осының барлығын Алла тағала бізге жай ғана 10 аяттың ішінде сипаттап берді. Қыз тудың деп әйелін кінәлайтын немесе қызды емес ұлдан аңсайтын адамдар туралы Құранда Алла тағала не дейді? Жалпы біздің дәстүрімізде, қазіргі күнімізге дейін келе жатқан түсінігімізде қызды емес ұлды аңсау бар екені белгілі. Бүгінгі эпизодымыз осындай менталитетті Құран қалай талдайды және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде бұл туралы не айтады, сол жайында болмақ. Ал бұл эпизодты жүргізуші мен Айбөпе Кемелдинова 8 жыл бойы ислам тану бағытында зерттеушімін деп айтсам болады. Және осыдан 1 жыл бұрын Зайтуна колледж, Америкадағы ең алғашқы аккредитация алған ислами университеттің магистратура түлегі атандым. Біз бұл каналымызда рухани дамуға арналған әртүрлі тақырыптарды қозғаймыз. Егер сіздерге осы тақырып қызық болса, каналымызға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Енді тақырыпқа кірісетін болсақ, негізгі бұл қыз туу және қызды нығмет ретінде қабылдай алмау бұл араб мүшриктерге тән қасиет болғаны жайлы Нахл сүресінде айтылады. Сол себептен де бүгінгі эпизодта мен Нахл сүресінің 53 аятынан 63 аятына дейінгі осы тақырыпты қозғайтын боламын. Бұл жерде кішкене тәфсір ретінде аят-аят сол тақырыптың түсіндірмесі ретінде жылжимыз. Алға қарай. Енді бастайтын болсақ, негізі бұл тақырып өте бір жағынан моральды тұрғыда да ауыр тақырып, өйткені қазіргі кезде біздің қоғамда әйелдер осыдан зардап шегуде деп біз анық айта аламыз. Өкінішке орай, әлі күнге дейін сен ұл тумадың деп әйелі күйеуінен де, енесінен де, тіпті өзінің анасынан да, бауырларынан да, достарынан да, жан жағынан естіп жатамыз. Мысалы, 3 қыз туатын болса, енді 4-шісін тағы да көресіңдер ғой, енді туып деген сияқты, 4-ші оның баласы ұл болады дегенге үміттеніп, тура сол үмітті айта беретін, тура сол нәрсені қайта-қайта әйелге бастырып айта беретін адамдар өкінішке орай баршылық. Және ең қызығы, біз 19 ғасырда тұрмаймыз ғой, немесе 18 ғасырда тұрмаймыз ғой. 21 ғасырда ер адамның хромосомалары, әйел адамның хромосомалары деген сияқты генетика талдап берген, және біздің 8-9 сыныпта өтіп кететін тақырыбымыз бар. Мысалы, біз 8-9 сыныпта бұл тақырыпты өткенбіз. Әйел адамның X хромосомасы, ал ер адамның XY, XY хромосомалары болады. Және әйел адам тек қабылдаушы, ресивер, яғни тек қабылдаушы ретінде қызмет атқарады әйел адамның организмі. Яғни егер X пен X қосылса, ол қыз болады, X пен Y қосылса, ол ұл болады. Және оның X немесе Y болатын белгіленетін, ол әрине ер адамнан келетін нәрсе. Жалпы Алла тағаланың адамды жаратқан кезде әйелге осындай функция беріп, ер адамға осындай функция беріп жаратқандығы, ол әу бастан белгілі болса да, кейінгі ғасырларда ол генетикада ортаға шықты. Әрине бұны баяғыда түсінбесе, адамдар енді қазір біз түсіністікпен қарауға мүмкін болар ма еді, енді әрине ол да түсіністікпен қарай алатын нәрсе емес жалпы, бірақ дегенмен де мейлі олар білмеді ғой бұл генетика туралы, мейлі олар әйел адамның тек қана қабылдаушы екенін білмеді ғой деп айта аламыз. Бірақ біздің қазіргі жағдайымызда бұл неге ондай деген сұрақ. Енді бұрынғы арабтардың жағдайына қарайтын болсақ, осы Нахл сүресінде Алла тағала 53 аяттан бастап осы тақырыпты ашып бізге айтады. Жалпы Нахл сүресінің егер өздеріңізде басынан бастап бір оқып қарайтын болсаңыздар, Нахл сүресі жалпы мүшриктердің халін сипаттап бастайтын сүре. Яғни мүшриктер қандай жағдайда не істеді деген сияқты келеді. Солардың ішінде олардың Алладан келген нығметтерді көре алмауы, немесе қабылдамауы,
бір қиыншылық келген кезде алла деп оған бас ұрып, егер сол қиыншылықтардан арынып кішкене жақсылық болып қалған кезде ол құдайды ұмытып қайтадан өздерінің мүшрік халіне қайта беру деген сияқты сипаттар айтылады. Енді қараңыздар, оқып бастайық осы жерден. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Енді жаңағы мүшриктердің халін айтып келеді де, Алла тағала айтады: сендердегі әрбір нығмет Алладан. Бұл нығмет сөзі бізге қазір керек болады. Тыңдай беріңіздер. Егер оларға қандай да бір зиян келіп қалған болса, оларға зиян тисе, олар бірден Аллаға жалбарынып бастайды дейді. Келесі аятта егер олар жаңағы қиыншылықтарынан арылып, жақсылық қайтадан бола бастаса, олардан бір топ адамдар дейді, яғни Аллаға серік қосады дейді. Яғни бұл жердегі нығмет пен серік қосу, ширк деген сөздің не қандай айырмашылығы, қандай байланысы бар, Жалпы мынау ширк қосу, Аллаға серік қосу, мүшрик деген кезде біз тек қана құдайға жаңағы пұттарды әкеп, пұттарға ғана табынатын деген сияқты тақырыпта түсінбеуіміз керек. Біз өзіміздің көкжиегімізді кішкене осы жағдайда кең ұстауымыз керек. Ол кезде физикалық тұрғыдан шынымен де олар пұттарға табынды. Аллаға тікелей сиынудың орнына бір пұтқа табынды. Бірақ қазіргі уақытта, енді қазіргі біздің реальностімізде жалпы пұтқа табынып отыратын ширк деген модель қалған. Ондай ширк қазір жасалынбайды. Қазір әр адамның жаңағы мүшриктермен ортақ бір қасиеті бар. Ол жаңағы пұттарды, яғни өзін пұтқа айналдыру, яғни өзінің нәпсани қалауларын пұтқа айналдыру. Соның да негізгі бұл бір моральды тұрғыдан бір ширк деп есептейді кейбір ғалымдар. Яғни біз өзіміздің нәпсімізді сондай үлкен қылып өсіреміз, безотказно барлық нәрсеге. Яғни мына патриархалды қоғамда, бұны неге айтып отырмын? Патриархалды қоғамда қыз баланы емес, ер баланы қалау жалпы көбінесе мынандай себептермен айтылады. Біздің ұрпағымызды жалғастыратын адам керек. Оның ұрпағы кім? Ол бір ғалымдардың ұрпағы болса, бір үлкен, бір білмеймін, еңбегі сіңген, бір халыққа қызмет еткен бір адамдардың ұрпағы болса, кез келген адам бұны айтып жүр. Кез келген адам айтады, және менің артымда ұрпақ қалса деген. Ол менің артымда ұрпақ қалса. Бұл ұрпақ қандай ұрпақ болады? Ертең ол салиқалы ұрпақ бола ма? Ол жігіт қандай болып өседі? Бұл әулеттің басын қалай ұстап тұрады деген этикалық сұрақтарға емес, көбінесе менің атымды жалғастыратын адам қалсын деген сияқты нәпсани қалауымен келетін нәрсе бар да. Яғни бұл жердегі дегені ана нығметтерді, жақсылықтарды көрмейді да, Аллаға шүкіршілік етудің орнына күпіршілік етеді дейді. Яғни шүкірлік етудің орнына күпірлік етеді деп айтсақ болады да. Осы туралы айтып жатыр. Яғни біз аяттарды оқыған кезде жалпы мынандай нәрсені сіздерге лайфхак ретінде мен ұсынайын. Біздің мұғалімдеріміз айтатын, аяттар мүшриктер туралы айтып жатқан болуы мүмкін, бір қауымдар туралы айтып жатқан болуы мүмкін, бірақ міндетті түрде ол аятта, ол айтылып жатқан қауымдардың қасиеттері, сипаттары бізде болады деп. Сол нәрсені сен Құран бізге түсті ғой, сол себептен де біреудің оқиғасы туралы айтып беру емес Құранның мақсаты. Құранның мақсаты біздің ішкі өзгерістерімізге себеп болу, бізге хидаят көрсетіп, бізді тура жолға салу. Сол себептен де әр айтылып жатқан нәрседе негізгі менде қандай сипат бар? Маған айтып жатыр ма осы аят? Сонда кезінде сахабаларымызда сондай қасиет болған екен да. Яғни әрбір аят, мүшриктер туралы аят түсіп жатқан кезде сахабалар біз туралы айтып жатыр ма екен деген қорқынышпен сол аятты тыңдайтын еді дейді. Сол нәрсе бізде де болса, негізінде мына аяттар түсінуге жақсы жүректі ашуға бір мүмкіндік болады деп ойлаймын. Енді қараңыздар, 55-ші аятта не дейді? Жалғастырып жатыр жаңағы оқиғаны. Лиякфуру бима атайнахум фатаматтау фасауфа та'ламун. Олар берген нығметтерімізге күпірлік етеді. Лиякфуру. Кафара деген сөз
айтқанымдай кәпір яғни діни түсінікте немесе сенім мағынасында алланы жоққа шығару емес, шүкіршілік етпеу, яғни шүкіршіліктің антонимі ретінде жүреді. Лиякфуру бима атайнахум, біз оларға әкелген нәрсенің барлығын жоққа шығарды. Фатаматтау фасауфа та'ламун, олар пока что бір қолданыстарына соны пайдалана тұрсын. Таматта деген соның бір қызығын көре тұрсын уақытша. Фасауфа та'ламун, бірақ көресіңдер, ол қызық көрудің артында не бар екенін олар жедел көреді дейді. 56-шы аятта айтады: «Ваяджалуна лима ла я'ламун насибан мимма разақнахум». Яғни бұл мүшриктер, өздеріне берген несібемізден, насибан, мимма разақнахум, біз оларға ризық қылып берген несібемізді не екенін білмейтін пұттарға барып сыбаға арнайды дейді. Яғни бұл жерде яджалуна лима ла я'ламун деген жерде жалпы тәфсірде бірнеше варианттар ұсынылады. Яғни Алла тағала оларға бір ризық береді, бірақ олар оны пұтқа арнайды дейді. Бұл жердегі мағынасы тікелей Алла тағала оларға нан берсе, соны нанды барып пұтқа арнау болуы мүмкін, бір мағынасы. Екінші мағынасы, Алла тағала олар бір ризықты берген кезде, Алла ризықты не үшін береді? Сен сол ризық берушіні танысын деп береді. Бірақ олар ризық берушіні танымайды. Оның берген ризықтарын ол сол раззақ Алладан келіп жатыр деп көрмейді. Олар сол нәрсені жоққа шығарады да оны басқа жаққа қолданады. Сосын жаңағы нәпсі мәселесінде адамның өз нәпсісі өзінің ең үлкен пұты дедік қой. Тура сол секілді қалай жаңағы мына мүшриктер өздерінің пұттарына апарып Алланың ризығын жұмсап жатса, қазіргі уақытта бізге Алла тағала ризық беріп жатыр. Мысалы, бір адамға Алла тағала 3 қыз немесе 4 қыз берді. Ризық емес па? Қыздар деген ризық емес па? Бірақ ол не істейді, нені аңсайды? Сол қыздарды жоққа шығарып, яғни қабылдағысы келмейді. Қабылдағысы келмеген ол әдемілеп тағы да басқаша аргументтермен жауап алады. Ой, бұлар деген ертең кетеді, бұлар қонақ дейді, олар жақсы көреді, бүйтеді, сөйтеді, бағады, қағады. Бірақ іштей тек бір ұлым болса екен деген бәрібір де бір аңсау қалып қалады. Сонда бұл не істеп тұрмыз? Жалпы бұндай жағдайда біз Алла тағаланың бізге берген 4 қыз нығметін көре алмай тұрмыз да. Содан кейін жаңағыдай Ұлжан, Ұлпан деген сияқты ұлды аңсап қойылған аттар қандай популярны бізде. Осы мағынада түсінсек болады аятты. И жалғасында Алла тағала айтады: «Таллахи ла тусалунна амма кунтум тафтарун». Таллахи. Таллахи деген сөзде жалпы өте ауыр серт. Мысалы, араб тілінде серттердің түрі болады. Валлахи деп, мысалға, қазір көп қой, валлахи деп сөйлей берудің негізі жалпы дұрыс емес екенін деуші айта кетейін. Өйткені сіз валлахи деп айтқан кезде Аллаға серт беріп, Алланың атымен серт беріп тұрмын деген сөз. Егер Алланың атымен серт беріп бір нәрсеге жасаймын деп айтқан болсаңыз, сіз оны міндетті түрде істеуіңіз керек. Мына көбінесе араб елдерінде көп айтыла береді, мәнді мәнсіз, түріктерде де айтыла береді жалпы. Бірақ сол жағынан абай болу керек. Валлахи деген Алламен серт бердім. Бұл бірақ серттің бір қайтып оралуға мүмкіндігі жоқ серт емес. Аллахи деген мен болды айттым ба, сол сөзімнен қайтып оралуға менде ешқандай да мүмкіндік жоқ. Соншалықты үлкен бір серт берем. Түсіңіз ғой, Таллахи, Алла тағала өзінің атымен, Алла деген есімімен Таллахи деп қатты серт беріп жатыр. Ла тусалунна. Тусалун деген сөз жалпы мына етістік, олар сұралады деген сөзді. Мысалы, біз тусалунна десек те, суиля десек, мысалы, олар сұралды, немесе тусал десек, олар сұралады. Бірақ алдына ләні қосқан кезде, жаңағы таллахи деген сияқты, оның міндетті түрде болатынын көрсететін тағы да бір серт. Ла тусалунна. Аяғындағы лунна деген жалғауды, ол да тағы да бір серт. Сонда қараңыздаршы, бір серт таллахида. Және бұлардың барлығы деңгейлер, жоғары серттер. Ла екінші серт, және лунна үшінші серт. Алла тағала екі ақ сөзде 3 сертпен өзінің атымен серт беріп тұр. Не туралы?
амма кунтум тафтарун. Олар не туралы сұралады? Осы Аллаға жауып жатқан жалалары туралы. Ифтира деген сөз біреуге жала жабу. Бірақ бұл жала не? Бұл жала жаңағыдай олар Алла тағала маған беріп жатқан нығметтерді көрмей, Құдай бізге ештеңе бермеді деп айту. Соны Алла тағала жала деп тұр да. Яғни сізге Алла тағала 4 қыз берген болса, Алла тағала маған ұл бермеді деп айту. Өте ауыр серттің ішіне кіріп кетіп жатырмыз, осы нәрсеге байқау керек. Ары қарай 57-ші аятта Алла тағала айтады. Міне мына жерге келдік. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَرُونَ. Жаңағы мүшриктердің халін ары қарай сипаттап жатыр да. Енді жаңағы нығметтерді айттық, нығметтерді қабылдамайтынын айттық қой. Енді мына аятта, 57-ші аятта Алла тағала وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ. Олар Аллаға, Алланың қыздары бар деп айтады. Субхана, Алла ол сөздерден пәк дейді. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. Ал олар өздеріне иштах деген сөз, жалпы шахуат деген сөзден сол жақтан келеді. Шахуа, яғни сен өзіңнің нәпсің өсірген нәрселерді қалау. Нәпсани қалауларыңды өсіріп, сондай бір шахуатқа жетесің. Шахуаттың 2 түрі болады. Табиғи шахуат негізі, және бейтабиғи, яғни сенің ішіңнен өзің өсіріп қойған, нәпсіңді тыймай шахуаттарыңды өсірген нәрселер болады. Мысалға, сексуалды адамның жаңағы шахуаты болады. Бұл табиғи шахуат болуы мүмкін. Өзіңнің некелес жарыңмен, немесе жаңағыдай өзіңнің діни, шариғи тұрғыда дұрыс оны жасау жолдары деген сияқты соның барлығын жасайтын болсаң, бұл табиғи шахуат болады. Бұл адамға ешқандай күнә, ол үшін бір күнә артылмайды. Бірақ сен оны некесіз біреумен күліп ойнасу мақсатында, не болмаса біреуді қолданып кете салу мақсатында, әйтеуір ақау-сақаумен жасайтын болсаң бұл нәрсені, бұл сенің бейтабиғи өзіңнің ішіңдегі нәпсіңді игере алмағаныңнан шыққан шахуатың болып саналады. Осы мә ештахун деген жеріндегі бұл табиғи шахуаты емес, бұлардың өздерінің нәпсілерінің ішінде өздері өсірген нәпсінен туған шахуаттарынан келетін нәрселерге айтып тұр. Уәләхум мә ештахун. Өздері үшін қалағанын арнайды дейді. Яғни мына мүшриктердің сипаттарына қарайтын болсақ, олар бүйтеді, Алланың қыздары бар дейді. Жалпы араб мынау мәдениетінде, бұрынғы мүшриктер араб мәдениетінде Алла тағалаға қызды, оның қызы бар деп айту. Және Алланың періштелері мынау феминин дейді ғой, яғни жынысы әйел жынысты деп сипаттау оларға тән болған нәрсе. Олар үшін періште хури қыздар ғана да. Яғни періштелерге бір жыныс айтады, олар жынысы ол әйелдер деп ойлайды. Бірақ Алла тағала оның барлығынан пәк деп Құранда әртүрлі аяттарды ашықтайды. Мысалы, мынау христиандардың контекстін алып қарайтын болсақ, олар Аллаға олардың ұлы бар деп айтты дейді. Не үшін? Өйткені Иса алейхиссалам ер адам болған үшін, ол жақта контекст басқа. Бірақ мына арабтардың мүшриктерін айтатын қыз дейді. Не үшін қыз деген сұрақ енді мынаны қараңыздар. Жай ғана аятты уәйәжәлуна лиллахил банат деп айтатын болсақ, ол түсініксіз болып қалады. Өйткені біз білеміз, жахилия дөнемінде, яғни жахилияның уақытында ең үлкен проблемалардың бірі қыз туған кезде ол қызды жерге тірідей көметіндей қыздан ұялу, қызды қаламау, қызды жек көру болды. Әйелдер қыз туғаны үшін үйіне кіре алмаған уақыт болды. Бұл туралы тағы да айтылады алдағы уақытта иншалла. Бірақ сол өзіне жек көрінішті, өздері қабылдамаған нәрсені кімге тән деп тұр? Аллаға тән деп тұр. Мен яғни мысалы қызды қаламаймын, сөйтем да Алланың қыздары бар деп айтамын. Бұл не деген сөз? Бұл Алланы қаламау, Алланың нығметтерін қабылдамау, Алланы қабылдамау деген мағынаға келеді. Яғни олардың осы әрекеті арқылы Алла тағаламен қарым-қатынастарын көрсетіп тұр да. Ал олар өздері үшін қалағанын арнайды дейді. Яғни кімдерді арнайды? Ұлдарды арнайды. Алланың қыздары бар, ал біздің ұлдарымыз бар.
өздері ұлды сондай бір олар үшін абыройлы нәрсе. Қараңыздаршы, Құранды оқып отырған кезде қазіргі уақытта 21 ғасырда біздің қоғамда болып жатқан мәселелер ойымызға келеді. Бізде де тура сондай. Ұлы болса, ой, ол ұл туды, 2 ұл туып берді. Келіндер ұл туып жатса болды, олардан артық авторитетный келін жоқ. Ұл туып берсе болды, самый главный. Қыз туып берсе, енді тағы да бізге бір ұл керек деп айту. Не үшін? Өйткені ұл оның абыройын асқақтататын ұл ғана болып тұр. Қыз деген кетеді, ол жат жұрттық деген секілді, иә? Қиын жағдай қиын. Енді ары қарай сипаттайды Алла тағала аятта. Бисмилля, ва иза бушшира ахадухум бил унса залла важхуху мусваддан ва хуа казим. Мынау көбіміз естіген, білген аят. Ва иза бушшира ахадухум. Оларға олардан біреу, иә, кез келген біреу жақсы хабар естіген кезде. Бушшира деген тәбшир, жақсы хабарға айтады. Мысалы, ол бізде сүйінші деп аударсақ болады. Яғни сүйіншіленген кезде. Бил унса. Немен сүйіншіленеді? Бил унса. Яғни қызбен. Залла важхуху. Оның түрі мусваддан. Түрі қарайып кетеді дейді. Ва хуа казим. Сонда қайғыдан беті қарайып кететіндей жағдай болған дейді. Енді қараңыздар, мына аятта бір-біріне қарама-қайшы келетін элементтер бар. Біріншісі бұл тәбшир, яғни сүйіншіленген кезде оған көрсетілетін реакция қандай болады? Бізде бір нәрседен сүйінші сұраған кезде жақсы хабар деп, біздің бетіміз нұрланып, бетімізден нұр шашып, жүрегіміз қуаныштан жарылып кете жаздап, не істейміз? Қуанамыз, бетіміз ағарады. Ал бұл жерде керісінше, олар сол қуанышты сәтті естіген кезде, яғни қуанышты хабарды естіген кезде, Алла тағала үшін бұл қуанышты хабар болып тұр ғой, қараңыздар. Өйткені бушшира деген сөз қолданып тұр. Біз оларды сүйіншілеп тұрмыз дейді, жақсы хабармен. Ол мен үшін жақсы хабар негізі дейді. Бірақ олар дейді, оған көрсететін реакциясы ондай қуану болған жоқ. Керісінше, тура соның қарама-қайшысына беті жаңағыдай қап-қара болып кетті дейді. Бұл жердегі бір нәрсе тағы да бил унса деген сөзде алиф лам артиклі келіп тұр. Алиф лам артиклінің Құранда мағыналары әртүрлі. Әртүрлі контекстте әртүрлі мағынамен келеді. Бірінші мағынасы ол жаңағыдай барлығын бірдей қамту деген. Мысалға, иннал инсана лафи хуср деген аятта. Уәл аср иннал инсана лафи хуср. Иннал инсана. Әл инсан деген барлық адамдар деген мағынаны білдіреді. Барлық адамдар негізі бұл жерде жоғалып кетті, өз-өздерін жоғалтты дейді. Иллаллазина аману ва амилус салихат. Иман едіп, жақсы амалдар, салихал амалдар жасағандардан басқа деп, одан кейін сол барлық адамдардың ішінен бір группаны исключать етеді. Мына жерде болса, бил унса алиф лит такрим дейді. Яғни, кейбір заттар бар, Алла тағала оның мәртебесін жоғары қылып қойғаны үшін алиф ламды қолданады. Мысалы, бил унса деген кезде біз бұл жерде не түсінеміз? Алла тағала әйел адамның мәртебесін жоғары қылып, соны алиф лам такриммен бірге келтіріп тұр. Унса деп айтқан жоқ. Унса деп айтса да болады. Бірақ бил унса, сендерге біз сондай мәртебесін жоғары қылып, сондай жақсы көріп, сондай бір құнды қылып берген қыздарымызбен сүйіншілеп жатырмыз, ал сендердің реакцияларың қандай? Бұрын енді жаңағыдай бізде қазіргі УЗИ секілді нәрселер болған жоқ қой. Сол себептен де араб мүшриктер әйелі туған кезде ғана біледі. Туған кезде білгеннен кейін олар не істейді? Олар әйелдерін мына қызды не істеймін деп бірінші жаңағыдай ойланады. Ол қыздан құтылғысы келеді. Ол қыздан құтылудың себептерін айтамын біраздан кейін. Немесе екінші вариант, әйелін сыртта, үйдің сыртына қалдырып кету, сол қызбен бірге, қыз өскенге дейін. Ойлаңыздар, қазір бізде
қалай әйел үйге шыққаннан кейін оны біз қалжалап 40 күн қайта соның жағдайын жасаймыз ғой. Ал ол әйел қыз туғаны үшін өзінің кінәсін жуып шаюдың жолы сол болған, үйінің сыртында, далада, қорада, белгісіз қай жерде әйел баласымен бірге отырады. Өйткені ол қарабет болып ана үйде жүрмеу керек. Олардың түсінігі бойынша осы нәрселерді жасаған. Енді ойлаңыздар. Келесі аятқа көшетін болсақ, келесі аятта Алла тағала ятауара минал қауми мин суи ма бушира бих. Ятауара минал қауми. Тауара деген сөз бір нәрсені жасырып қою. Вара деген мысалға мауранахр бәріміз білеміз. Мә вараун нахр. Көлдің арғы жағында. Вара бір нәрсенің арғы жағында. Яғни бір нәрсенің закулисами ғой былайша айтқанда. Тауара минал қауми. Закулисами оның қауымынан, қауымының жасырып отырған нәрселер болады. Мин суи ма бушира бих. Ол жасырып отырған нәрсесіне суи ма бушира. Оған айтылған сол жаман хабарды, енді Алла тағала бағана мен үшін жақсы хабар деді ме, енді бұл үшін жаман хабар болған нәрсені ол не істейді? Қауымынан жасырады дейді. Бірақ түрі білдірмейді да. Юмсикуху аля хунин ам ядуссуху фит тураб. Сосын ойланады. Юмсикуху аля хун. Қорлыққа шыдап ұстап отырайын ба бұл нәрсені? Яғни ол үшін қызды қабыл алу ол бір қорлық. Ам ядуссуху фит тураб. Немесе оны тірідей жерге көміп тастайын ба дейді. Әля саа ма яхкумун. Олардың осы жасап жүрген нәрселері қандай неткен жаман еді. Әля саа ма яхкумун. Енді мына жерде аюмсикуху аля хунин. Олы қорлықта ұстап отырайын ба дегені қызды қорлық ретінде қабылдаудың негізгі екі себебі болды ол кезде. Біріншісі бұл кедейлік, екіншісі ол әулетіне сөз келтіру. Өйткені әйелдердің жалпы қоғамда құндылығы болмағандықтан әйелдің ойын сауыққа еріп кететін, соны әйелді ойын сауық үшін қолдану мәселесі кәдімгідей жайпап тұрған уақыт. Сол себептен де әйелдің ар намысын таза ұстауы қиын, немесе ар намысын таза ұстауға деген шарттар жоқ, былайша айтқанда. Қоғамда да олардың да әртүрлі проблемалар болды. Және сол қызбен бірге кедейлік келеді деген сенім. Осы нәрсе олар үшін өте ауыр болды, арабтар үшін. Енді бізде қалай? Бұлардың сол жағдайы қыздарды кәдімгідей тірідей көмуге апарған болса, біз білеміз қаншама сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп жылап келеді. Мен қыздарымды тірідей көмген едім исламға дейін деп. Бір сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп айтады, мен 8 қызымды тірідей көмген едім дейді. Мен олармен арғы дүниеге барған кезде мен оларға қалай қарайтынымды білмеймін, және осы нәрсе маған ұйқыма тыныштық бермейді дейді. Мен елестетіп көріңіздерші өздеріңіз, 8 қызды, 8 қызын тірідей көму деген қандай ауыр нәрсе. Енді қазіргі уақытта қалай бұлар пұтқа табынып, жаңағыдай қыздарын тірідей көміп деген нәрселер бізде болмаған болса, бұлардың жасағандарынан. Бірақ бізде қандай нәрсе бар? Біз қыздарды морально тірідей көміп жатқан жағдайлар бар. Морально тірідей көму деген не? Сен бұл жат жұрттықсың. Не болса да сол жерден күлің шықсын. Сол жаққа судай батып тастайсың. Қандай болса да біздің әулетімізге сөз келтірме. Деген секілді. Енді бұл сөздердің астары негізі жақсы. Негізі бұл салт дәстүрде жақсы мағынада айтылған, жақсы ниетпен айтылған нәрселер. Бірақ біз бұны өзіміздің нәпсани қалауларымызға әкеліп соққан кезде бұл жақсы нәрсе жаман нәрсеге айналып кету бір сәтте ақ. Мысалы, бір адамның қызы күйеуге береді, ол күйеуі, қайын жұрты оған күн көрсетпейді, неше түрлі зардапты шегеді, бірақ соны өзінің әке-шешесіне айта алмайды. Неге? Өйткені әке-шешесі сол үйден күлің шықсын деп жіберген. Әке-шеше деген ең алдымен балаға өзі қамқорлығын көрсететін. Балаға қамқорлықты тек әке-шеше ғана бере алады. Мейлі ол бала кішкентай болсын, үлкен адам болсын. Сол қамқорлықты көрсетпеу, оны тірідей
жерге көмумен тең емес па? Оның сезімдерін жерге тірідей көмумен тең емес па? Әйелдерге қысым көрсету. Мысалы, мұсылман әйелдерге қысым көрсету бізде өте кеңейіп бара жатыр. Сол себептен де қазіргі уақытта қыздардың орамалдарын шешуі қалыпты жағдайға айналып бара жатыр. Өйткені ол мен Құдайға сенбеймін, болды, мен мұсылман емеспін дегеннен шешіп жатқан жоқ орамалды қыздар. Орамалды қыздардан сұралатын спрос қоғам тарапынан, оларға жасалатын қысым қоғам тарапынан, семьясы, достары, былай семьясын достарын қоя бер, қайдағы жоқ адамдар, уағызшылар жан жақтан. Осы адамдардың жасап жатқанның барлығы сол әйелдердің сезімдерін кәдімгідей жерге, топыраққа тірідей көміп жатқанмен тең емес па? Осы жағынан да біз ойлап көруіміз керек та. Тек қана олар мүшриктер сөйтіпті, біз өйтіп жатқан жоқпыз, біз нормальныймыз дегендей емес. Ары қарай 60-шы аятта Алла тағала не дейді? Лиллазина ла юъминуна бил ахирати маталус сау ва лиллахил маталул а'ла. Бұл ақыретке сенбегендердің мысалы қандай жаман? Ва лиллахил маталул а'ла. Алла тағала бұл мысалдардың барлығынан үстем. Алланың мысалы жоғары. Яғни олар үнемі Алланы бір адам сияқты, антропологияда мысалға бізде зерттеледі ғой, жалпы Құдайдың адам бейнесінде көріну деген тақырып бар. Дінді зерттейтін адамдар бұны жақсы біледі. Олар Құдайды кәдімгі адам секілді елестетті. Бізде де сондай бар ғой, мысалы, кейде ойлаймыз, көп күнә жасап қойсам, Алла тағала мені азаптап тастайды деген секілді, өйткені біз бір қателік жасаған кезде бізді азаптайтын адамдарды, бізді азаптайтын қоғамды көріп үйренгенбіз. Тура сол түсінігімізбен біз сол түсінікті Алла деген бір үлкен затқа, ұлы затқа барып тиеп қоямыз. Тура сол нәрсені мүшриктер жасаған. Бірақ Алла тағала олардың мысалдарының барлығынан үстем болды, барлығынан жоғары дейді. Уәхуәл азизул хаким. Ол үстем, хикмет иесі. Алла тағала өзінің мына жерде сипатын айтып отыр, Уәләу юахизуллаху наса бизулмихим ма тарака алейха мин дабба. Енді бізде мынандай сұрақ болады. Адамдарда бірден мынау сұрақ қой, енді соншалықты зұлымдықты солар жасады, тірідей жасады қыздарға, мысалы тірідей көмді. Алла тағала неге оларды жоқ қылмады? Қазіргі уақытта да өте көп, әсіресе батыста адамдардың, сенімсіз адамдардың, дінге сенетін адамдарға қарсы аргументтердің, атеистердің аргументтерінің бірі сол. Егер әлемде соншалықты көп жамандық болса, онда неге Алла тағала ол жамандықты жоймады деген. Енді қараңыздар, мына аятты оқып отырып кеше мен, тура соған Алла тағала тікелей жауап беріпті. Уәләу юахидуллаху наса бизулмихим. Егер Алла тағала олардың зұлымдықтардың барлығын бірден есепке алып отырған кезде, мә тарака алейха мин дабба. Онда мына жер бетінде, дабба деген жер бетінде 4 аяқтап, 2 аяқтап жүретін барлық жануар, жәндік, адам ештеңе қалдырмас еді дейді. Уәләкин юаххирухум иля аджалин мусамма. Бірақ Алла тағала олардың осы жасап отырғандардың өзінің бір уақыты бар. Аджалин мусамма, яғни белгіленген бір уақыты бар. Сол уақытқа шегерді дейді. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Сол белгіленген уақыттары келген кезде олар бір минутта, бір секундта оны шегере алмайды, және оны қайтадан ерте уақытқа да ала алмайды, кеш уақытқа да ала алмайды. Қашан олардың белгіленген уақыты келеді, сол уақытта олар сұралады дейді. Яғни Алла тағала бір зұлымдықты көріп, ойлаңыздаршы, бір адам бір зұлымдық жасады екен деп, бірден соны есепке алып, бірден жоқ қылатын болса, біз еш қайсымыз бұл әлемде болмас едік жалпы. Өйткені ол зұлымдықты жасап отырған адамдардың зұлымдығы бар, бірақ біздің де зұлымдығымыз бар ғой. Адам ең кем дегенде өзіне үлкен зұлымдық жасайды дейді. Енді 62-ші аятта Алла тағала не дейді? وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. Олар өздері үшін жек көрген нәрсені Аллаға тән деп айтатын еді дейді. Бағанағы мәселе. Уәлиллахил банат. Ол қыз, Алланың қыздары бар деген жаңағы аяттан бастадық қой біз. Сол аяттың нәтижесі ретінде Алла тағала не деп отыр? Маған әл-банат деп айтқан. Яғни менің қыздарым бар, Алланың қыздары бар.
деп айтқандары негізі олардың өздері үшін жек көріп тұрған нәрселер деді. Мә якрахун барлығын сипаттап келді, нәтижесі ретінде соны айтты. Сол себептен де біз оларға уәлиллахил банат деп айтып тұрған сөздерін, яғни Алланың қыздары бар деп айтып тұрған сөздерін махаббатынан емес, жек көрінішілігінен, олар жек көргендігі үшін сөйтіп айтып жатқанын біз осы жерден білеміз. Тәфсірді оқып отырып барлығының нәтижесін шығарған кезде, енді қараңыздар. Олардың тілдері сипаттайды, тасифу әлсинатухум, олардың тілдері әл-кәзиба, өтірікті сондай бір сипаттайды. Өтірік айтады деген нәрсе бар, және өтірікті сипаттайды деген нәрсе бар. Өтірік айту жай ғана бір фактіні басқаша айту. Бірақ өтірікті сипаттау деген ол шеберлік керек та. Оны жасау үшін. Мысалы, бір жазушы жай ғана фактіні айтып қоймайды ғой. Ауылға бардым демейді. Барған кезде ана түтіні шығып тұрған ақ үйлердің арасынан бетіп шықтым, былай айтады. Мысалы, ол әдеби тұрғыдан оның тілі ол ситуацияны әдемілеп сипаттауға жетеді. Енді әдемілеп сипаттағаннан кейін не болады? Сен оны оқып отырғанда әсерленесің. Әсерленген кезде сен ол шындық айтып жатыр ма деп ойланып қаласың. Бұл адамдардың да қылығы сол дейді. Яғни сондай бір әдемі сөйлейді. Ой, қызды қаламау, мен ешкім бізде бүйтіп айтпайды қазір. Ой, қыз құрсын, қыз туа береді деп, андай жаман бірден жек көрінішті қылып айтпайды. Олар не дейді? Біздің осы ұрпағымызды жалғастырса, ертең мына үйдің бір мирасы болып соған қалса деген сияқты, шынымен ұрпағы жалғасу керек қой, мына үйдің ертең мираскері қалу керек қой деп сен ойланып қаласың да оның айтқан нәрсесін. Сондай бір әдемі тілмен жеткізеді. Олардың айтқан нәрселерінің барлығы сипатталған кезде біз олардың ақиқат екенін ойланып қаламыз. Әнна лахумул хусна. Қараңыздар. Ватасифу алсинатухумул кадиба әнна лахумул хусна. Олардың өтірік айтып тұрған нәрселері бізде хусна, бізде ең жақсысы бар. Яғни біз ұлдарды қабыл етеміз, және сол ең жақсысы деп сол өтіріктерін сондай бір сылтаулармен әкеліп сипаттады, что бізді сендірді, адамдарды сендірді. Яғни ла жарама анна лахумун нару ва аннахум муфратун. Енді мына жерде Алла тағала өте ауыр нәрсе айтады. Ла жарама. Ла жарам деген ешқандай күмән жоқ, күмәнсіз, шүбәсіз. Сенде бірде бір грамм сомнениең қалмасын. Анна лахумун нару. Олардың жағдайы, оларға тән нәрсе, лахумун нар. Оларға тән нәрсе тек қана аннар, ол тозақ оты дейді. Ва аннахум муфратун. Олар муфрат деген сөз төрт аяқтап сүйреленіп бару. Бұл не деген сөз? Алла тағала адамның абыройын, адамның жүзінің жарқын болуын айтқан кезде екі аяқты болғанына акцент қояды. Яғни адам баласының Алланың алдында ахсанет тақуим дейді. Қиям деген сөзіне тұру ғой. Біз намазда қиямда не істейміз? Тұрамыз, біз сәждеде жатамыз. Сол қиямдағы тұрғанымыз біздің адам ретінде басқа жануарлардан, басқа жаратылыстардан өзгешелігіміз, Алланың алдындағы абыройымыз. Соны Алла тағала бізге сол арқылы түсіндіреді. Ал муфрат деген сөз еңбек деп бар. Олардың абыройын түсіріп отыратын сөздердің бірі. Яғни абыроймен, кім тозаққа абыроймен кіреді? Беті жарқын болып, олар сондай бір абыройлары айрандай болып барады. Тіпті екі аяқтармен жүріп емес, төрт аяқтап барады дейді. Яғни қыздарға жасаған қиянатын айтып тұр. Алла тағала бұл аяттарды негізі бізге ойлану керек. Әлі күнге дейін білмеймін, кейде тіпті осы дін саласын оқыған адамдардың да айтып отыратыны осы мәселені, жаңағы енді әйелің ұл тапсын деген сияқты. Ұл тап айналайын деп аталарымыз бата береді. Бұл өте жақсы. Мен бұған қарсы емеспін жалпы. Яғни қыз тап деп айтпағанына ренжи алмаймын. Өйткені
әрине ол маңызды. Біз ұлды жамандап тек қыз болсын деген мағынада айтып жатқан жоқпыз бұл жерде. Бірақ алла тағаланың берген нығметі, қыз да бір нығмет. Біз сол нығметті көре алмау туралы айтып жатырмыз. Сол нығметті көре алмай басқа нәрсені сұрай беру Құдайдан. Енді айтады алла тағала: «Таллахи لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم». Соңғы аят ретінде алла тағала таллахи, тағы да бағанағыдай серт берді. Лақады деген серттің үстіне тағы да бір серт берейін. Арсална иля умамин мин қаблик, сендерден бұрынғы үмметтерге біз елшілерді жібердік. Мин қаблик, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтып жатыр. Фазайяна лахум шайтан амалахум. Бірақ ол үмметтерге шайтан өздерінің амалдарын зәйяна, әдемілеп қойды. Зина деген әдемі болу. Зина түлбинт, яғни ол қыздың әшекейлері, ол қызды әдемі ететін заттар. Шайтан олардың амалдарын оларға сондай бір әдемі қылып көрсетіп қойды. Бағанағы айтқан мәселе келіп тұр ғой осы жерде. Бізге кейде бір сол ұлды қалау, қызды қаламау, сондай бір әдемі болып келеді аргументтеріміз. Ақырет күні шайтан олардың уәлиі болады дейді, мен емес дейді. Оларға сондай бір үлкен азап бар деді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистеріне келетін болсақ, жалпы Құранда түсінікті, алла тағала бұл мүшриктерге дәл осылай қызды нығмет ретінде көрмей, оны бір жек көретін халге, және Аллаға қыздар, ал бізге ұлдар деп айтуы. Одан басқа қызды тірідей көміп, немесе қызды туған әйелді үйінің сыртына шығарып жіберуі. Тағы да басқа қызға жасалған неше түрлі қастандық. Осының барлығын алла тағала бізге жай ғана 10 аяттың ішінде сипаттап берді. Бұны біз өзімізге бір ескерту ретінде қабылдауымыз керек. Яғни алла тағала осы мүшриктердің сипатындағы нәрсені менің бойымда болса, алла тағала маған қалай қарайды? Менде сол сипат болса, қалай қарайды? Мысалы, таң намазын және құптан намазын оқымайтын мүшриктердің сипаты. Біз егер үнемі таң намазын немесе құптан намазын оқымайтын адам болсақ, өйткені ол ешкім көрмейді ғой, сен басқа біреу үшін емес, кәдімгі өзің шынайы ниетпен оқитын намазың ғой ол. Сол құптан намазын жалқауланып, немесе таң намазына жалқауланып, не болмаса оны ықылассыз, не болмаса оны үнемі қаза ете беріп оқымайтын болсақ, бізде ой туу керек: мен мүшриктердің сипатындағы адам болып жатқан жоқпын ба? Өйткені мүшрик деген тек қана пұтқа табынатын адам емес. Алла тағала мүшриктердің өте көп сипатын айтады. Сол сипаттарының бірі қызды нығмет ретінде қабылдамау. Сол нығметті терістей беру. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам олар туралы, осы яғни қыз туралы хадистерінде әйелді жалпы, бұл қыз деп қана айтылатын хадистер де бар, әйелдер де бар. Яғни хайрукум ахсанукум линисаукум дейді. Яғни сендердің араларыңдағы ең жақсыларың әйелдеріңе жақсы болғандарың. Хайрия деген нәрсе бар, яғни хайрукум деп басталатын. Мысалы, сендердің араларыңда ең жақсыларың осы садақа бергендерің, сендердің араларында ең жақсыларың ата-аналарыңа жақсы болғандарың деген сияқты. Мынау хайрия, яғни ең жақсылар кімдер? Мысалға, Құранды үйреніп және оны үйреткендерің осы жақсылардың арасына кіреді. Осы жақсылардың категориясына кіретін бір адамның санаты ол өзінің әйелдеріне, яғни ол қызы болсын, әйелі болсын, анасы болсын, әпкесі болсын, барлығына жақсы қарым-қатынаста болған ер адамдарды айтады. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жалпы жаңағы сахабалар келеді ғой, сахабалар келгенде айтады, жаңағы бір сахаба айтады: мен 8 қызымды көмдім дейді. Мен не істеймін, я Расулалла дейді. Сонда ол айтады: сен сол көмген әрбір қызыңның атына мал сойып құрбан шал дейді, яғни садақасын бер дейді. Сонда айтады: менде бір ғана түйе бар дейді. Сол бір түйені солардың 8-інің атына онда шал дейді. Бұл не деген сөз? Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір қателік жасаған болсаңдар, соның тәубесі ретінде Аллаға садақа беріңдер. Егер әр қайсысына, әр жасаған қателігіне бөлек-бөлек садақа бере алмайтын жағдайда болсаң, онда
қолыңдағы бар нәрсеңмен соған садақа беріп тәубе ет дейді. Яғни бұл жерде біздің ең бастысы, егер мен естіп отырған адамдар мүмкін шын мәнінде бұрындары қыз деген нығметті түсінбей қалған болсақ, иә, мысалы, тәубе етіп садақа бергеніміз жөн бұл тақырыпта. Өйткені бұл Алланың нығметтерін терістеумен тең болып қалатын жағдайлардың бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, сендердің араларыңда 3 қызы болып, сол қыздарын өндіріп, өсіріп, оларға жақсы тәрбие беріп, олардың ар намысын сақтап, оларды шын мәнінде жақсы бір ұрпақ ретінде тәрбиелейтін болсаңдар, олар сендер үшін жәннатқа кіретін бір себепші болады дейді. Не болмаса тағы да бір хадисінде олар сендерді тозақтан құтқаратын бір перде болады дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қыздардың жалпы әкелерімен, ағалармен қарым қатынасында қыздардың екі рөлін айтады, басып айтады. Біріншісі, ол тозақтан құтқарушы перде дейді. Екінші хадистерінде оны жәннатқа кіргізетін себепкерші дейді. Қыздың, яғни деңгейін анандай тірідей көміліп жатқан деңгейінен мынандай деңгейге көтеру тек осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан кейін болған жағдай. Ал біз қазір қайтадан төмен түсіріп жатырмыз да ол нәрсені. Пайғамбарымыз көтеріп қойған нәрсені неге төмен түсіреміз? Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл хадистері, бұл кәдімгі сахих хадистерде кездесетін хадистер. Бұл бізге ескерту ретінде жүру керек хадистердің бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға тағы да бір сахаба келіп айтады, жаңағы мен осыны қызым бар деген кезде пайғамбарымыз бағанағы айтқан хадис айтады, 3 қызың болса деген секілді. Сонда айтады, менде 3 қызым жоқ, менің 2 қызым бар дейді. 2 қызға да сондай дейді. Яғни қазір көбісі мынау 3 қыз деген теманы в буквальном смысле, яғни тікелей түсініп алып отыру мүмкін. Енді 2 қызым болса 3-ші қыз туып бер деп айтуы мүмкін адамдар, негізінде 2 қызым, менде 2 қыз деп айтқан сахабада келген, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, 2 қызың болса да солай деп. Яғни бұл не деген сөз? Сенің қанша қызың болғаны маңызды емес. Сен ең бастысы сол қызыңа қалай қарадың, оны қалай өсірдің, қалай мәпеледің, ол қыз өскен кезде қандай қыз болып өсті. Соған мән беретін болсаң, ол сенің жәннатқа апаратын бір себепшің болады. Немесе сені тозақтан құтқаратын бір пердең болады дейді. Қыздың деңгейін Алла тағала Құранда қыздың деңгейін түсіргендерге қандай үлкен азапты айтты, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде қандай үлкен сүйіншілер берді. Яғни жәннатқа апаратын бір себепші. Ойлаңыздар, сіздердің қыздарыңыз болса, қыздарыңызды шын мәнінде бар күштеріңізбен оларға жақсы тәрбие беріп, жақсы өсіретін болсаңыздар, ол қыздың ертең жәннатқа барған кезде мүмкін, біз білмейміз ғой, біз әртүрлі адамның әртүрлі өмірі, әртүрлі қиыншылықтары, күнәлары болады. Бір нәрсеміз жетпей тұрған кезде сол қызыңыздың арқасында сіз жәннатқа баратын болсаңыз, өте үлкен үміт емес пе? Алла тағала қыздардың, ұлдардың да, жалпы жаратылыстың да, әр жаратылыстың өзінің орнын белгілеген. Қыздың орны, жаңағыдай, ол кететін, жат жұрттық деп, оған қазір біздің салтымызда жалпы болған кейбір нәрселердің қазір дұрыс интерпретациясы жүріп жатқан жоқ секілді. Сол себептен де әйел адамға көп жауапкершілікті арта беріп, еркектер, ой, әйтеуір ыдыс жуа алса, ойбай, мынау біздің баламыз ыдыс жуады, ол үй жинайды деп айтып оны, бұның барлығы жалпы қызға өте ауыр моральный бір нагрузка. Сол себептен де қыздарымызға мәпелеуіміз керек. Бұл біздің сүннетімізден, бұл біздің дінімізден болған білуіміз керек. Алла тағала сіздерді иншалла сондай бір қыздары бар, сол нығметті қабылдаған сіздерді және біздерді, барлығымызды сондай нығметке бөленіп, ертеңгі күні иншалла жәннатпен сүйіншіленген, жәннатқа баратын сондай бір себепші болатын адамдардың қатарынан қылсын. Бүгінгі мен эпизодымды осымен тәмамдайын. Эпизод ұнаса, міндетті түрде комментарий жазыңыздар. Жалпы қалай ойлайсыздар? Осы мүшриктердің жағдайы шын мәнінде бізде бар ма? Жоқ, мен кішкене асыра сілтеп отырмын ба бұл жерде? Біздің қазіргі қоғамдағы әйелдің жағдайына, жасалып жатқан жағдайын Құранның осы аяттарымен біз түсіне аламыз ба? Мен оқып отырып, мен солай түсіндім. Енді мен тәпсірде де кездеседі әрине.
бірақ сіздер қалай түсіндіңіздер бұл мәселені? Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қандай тағы да білетін хадистері бар қыздар туралы, әйелдер туралы комментарийде жазып кетіңіздер. Бір бірімізге пайдалы болып отырайық, және біздің осы эпизодымызды стористеріңізде бөліссеңіздер біздің эпизодымызбен, біз өте қатты қуанамыз. Ары қарай осындай тақырыптарды әкелуге, талқылауға бізге үлкен себепші боласыздар. Бұл бізге мотивация болады. Сол себептен де аянбаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал олай болса, келесі эпизодта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Ассаламу алейкум.